Ассалаумалейкум, Перезагруз каналына қош келдіңіздер. Бүгін жалпы дәке тақырып ақша туралы қозғайық. Өйткені көп адамдар қарызға кіріп кеткен, ақшасын табысын өсіргісі келеді, өсіре алмайды. Түрлі курсқа қатысқан, финансовый грамотность бәрін оқып алған, бірақ нәтижесінде жоқ. Осы туралы сөйлесек, жалпы ақша не үшін өспейді, табыс не үшін ақша қолынан тұрмайды и не себептен ақша қолдың кірі. Всем привет, ассалаумалейкум, қош келдіңіздер. Қазір енді мен көбеке өзім келіспін ғой. Сізбен алғаш кездескенде 2023-те. Сол туралы айтайық. Ақша деген действительно болатын, бірақ табасын. Жаңа патология 500 мың табасын, оны жеткізе алмайсың бірақ. Жеткізе алмайсың, қолдың кірі деген сол кезде менде де сондай бір установка болды деймін. Хорошо. Табам, бірақ жоқ болып кетеді. Сол туралы айтайын, дәке маған бір жігіт жазған, Кореяда жұмыс жасап жатыр дейді. Табатын сол 1,5 миллион теңге ғой енді. 1,5 миллион теңге Қазақстанда табуға болады. И мен айтамын ғой, вот жарайды сен қазір таптың, ақша жинадың, не істейсің деймін ғой. Енді менің ойымша, енді бизнесмен ретінде, кәсіпкер ретінде ол ақшаны есейтіп, өсейтіп, жаңағындай басқа бір пассивный доход ашып деген сияқты, немесе бір затқа вкладывать етіп, ол ақша жаңағы сенен жұмыс жасайтын деп ойлағам ғой. Ол айтады, оның ответіне мен шокке болдым да. Мен Кореядан келем дейді. Кореядан келген соң жаңағындай сол жаңағындай лопатамен жұмыс жасап, поледа пахать етсем дейді да. Я говорю, қайдан шыққан десем, өткен мен әкем всю жизнь лопатамен ақша тауып, поледа пахать етіп жүрген дейді да. Табатын, тиын тебен дейді да. Понимаете, сол кішкентай бала сол картинаны көріп, в любом случае өскен кезде, сен сол жаңағындай хочешь, не хочешь, пока сен өз-өзіңмен жұмыс жасамағанша, сол әкеңнің, атаңның, ата-бабаңның жасаған тірліктерін жасай бересің. То есть установка все равно влиять етеді да. Көп адам ойлайды, неге қайдағы установка, қайдағы түпсана деп қараңыздар. Мысалы, адамның миы күніне бір бізден тыс, логикаға тыс өте көп решениялар қабылдайды автоматты түрде. И сол сіздің установкаңызға байланысты шешім қабылдайды да. Егер сен ақша қолдың кірі болса, постоянно келетін ақша қолдың кірі болып кете береді. Егер сен все вокруг мошенник, только мен ғана красавчик болсаң, бәрі сен үшін жаңағындай BMW-мен жүретіндер, Mercedes-пен жүретіндер, жақсы өмір сүретіндер, сенен күшті өмір сүретіндер, как будто бәрі жатып шыққан, бәрі мошенниктер, бәрі алаяқтар деп солай санайсың да. Бірақ өзің ғана красавчиксің. Сөйткені сен сондай бір убеждениемен өмір сүресің да. Сол убеждениемен жұмыс жасау үшін алдағы уақытта, кстати, біз 3 күннен кейін интенсивті организовать еттік. Ақша, қарым-қатынас, денсаулыққа байланысты кім қатысып келеді, бағасы всего лишь 5 мың теңге, 3 күн кәдімгі живой форматта осындай техникалардың бәрін беруге тырысамыз. Поэтому астына номер қалдырып кеттік, көмекшіңе шығыңыздар, Анар ханымға сіздерге толық ақпарат береді. Дальше кетейік. И сол біздің решениеміз автоматты түрде қабылдағанда біздің өмірімізге кәдімгі тікелей әсер етеді ғой. Вот сіз мысалы келдіңіз, сіз жаңағындай тек қана выживать етіп өмір сүрдіңіз ғой. Иә. Тек қана ақша табу керек. Жаңа квартира, жұмсамау керек. Иә, квартира, продукты болды. И ай сайын қайтан сол выживание. Тіпті сіз помните, вот маған келген соң даже стройкаға даже қайтан кетіп қалдыңыз ғой. Өйткені старый паттернна жұмыс жасап, стройка такси қайттан сол баяғы. Баяғы жаңағы выживание. Сол туралы айтпеңізші, мысалы көп жігіттер қазір признавать еткісі келмейді да, что как будто бы, знаешь, бәрі алаяқтар, бәрі өтірік айтады, бірақ өзінің бір ішімен жұмыс жасағысы келмейді. Осы сол қазіргі, енді мен де таксовать еттім, мен де охранник болдым, мен де осы жігіттердің қазір қиналып жүрген ситуациясын екеуміз өткенбіз. Сол туралы бір кішкене айтып жүрсің. Енді көбеке мен қазір өзім бір тереңін зерттеймін да, неге сондай болды екен деп. Бұрыннан бері енді қазір әкемізді бір осуждать етіп жатқан жоқпыз, бірақ қазір біз маман есебінде түсіндік, то что ақша ол әке екен. Иә. И мына балаға ақша берсең, бала құтырып кетеді деген әңгімені мен көп еститін. И үйде сол әңгіме көп болатын. Сен осы балдарға ақша беріп құтырттың сен. Осылардың бөлініп кеткені, осылардың адам болмағаны енді болатын, енді ол араларындағы әңгімелерді енді жалпы айтқым келгені, қанша миллион адам бар ғой әлемде, бірақ былай қарасақ бір адамдар бай өмір сүріп жатыр, бір адамдарда ақша бар. Мен сол кезде өзіме бір ой салатын, неге менде ақша жоқ деп, неге қаяқтан ол ақша қаяқта вообще. Қараймын, сіздерді қараймын, ананы қараймын, бәрі ақша тауып жүр, қыдырып жүр, шетелге барады, машина алады. И енді түсініп жатырмын да, то что мен әкемді қабылдамаған екенмін. Қабылдағым да келмейтін, бір андай бір іштегі жақсы көрем, бетіне бір рет шықпағам, әке деп барып бетіне тұрмағам. Бірақ іште бір анау бір болатын, баяғы анамыздан болған, араларында болған нәрселерді көрдік қой бала кезде. Сол нәрселермен мен бір ақылмен, санаммен ренжімеймін, бірақ іштей бардан бәрі непринятие бар ғой. Осуждение отца. Осуждение отца приводит к бедности. Осуждение отца приводит к бедности. Мен тікелей келсем,
вы можете миллион раз прорабатывать денежный свой поток, финансы, чакраңызды ашып, аспан қарап сиіп деген бірақ әкеңізбен проблема шешілмесе, өкінішке орай, бұл ақшаның бәрі құнсызданып кетеді. Қолда су болып, су сияқты ағып кете береді. Өйткені әке ол ақша, әке ол опора, әке ол нық затта. И соны жасамағанша сізде всегда ақшамен проблема болады. Көп жігіттер қазіргі жағында қиналып жүрген, мен өзім курьер болған, мен өзім таксовать еткем, мен өзім күніне там 5000 теңге тауып жаңағы недовольный өзіме болатынмын. Сол кезде ойласам, іште мен әкемді жек көретін. Қабылдамайтын, как она айтайын, әкемді жек көретін, потому что жаңағы как будто оның айтқан советтері, оның айтқан былай жүр, біз оны басқаша қабылдаймыз ғой. Мен өстім ғой. Как будто бы менің жеке өміріме араласып отқан сияқты, жеке менің границамды өтіп отқан сияқты, как будто бы менің өмірімді былай айтқанда управление алып отқан сияқты, бір сондай көрінеді да. Ол қайдан шығады? Ол кішкентай кезден шығады. Айттыңыз ғой жаңағыдай. Енді бәріміздің әке шешеміз идеальный болған жоқ қой. Біреуді ұрды, соқты, біреу кетіп қалды, біреу нанға кетіп, әлі нан іздеп жүр деген сияқты ше. Әкесіз өмір сүріп жатқан деген сияқты. И сол көп ұл балдар, особенно ұлдар, не себептен қолдарынан особо көп заттар келмейді. Хотя бүкіл адамның ішінде потенциалы бар. Кішкене оқысаң, кішкене дамысаң, кішкене жасасаң, оны шығарып аласың. Бірақ артында әкесін бір осуждать етеді да. Әкені осуждать еткеннің артында сен Құдайға претензия жасап тұрсың да. Мысалы, саған бір киім алып береді. Жап-жаңа киім этикеткасымен маған ұнамайды деп айтқанда неблагодарный дейді ғой. Вот өзінің сол затқа неблагодарный көрсетіп тұрсың да. Әке ол әркімдегі әртүрлі, әкені қабылдау керек, әкені жақсы көру керек. Осы туралы біз алдыңғы подкаст айтқанбыз, әкеге хатты қалай жазу керек, сол осының алдындағы подкаст қарап шықсаңыздар болады. Қазір көп екенді мен былай ойлаймын да, қанша миллион адамның барлығына енді Құдай бір мынаған берейін, мынаған бермейін деп бөліп қоймайды шығар деймін да, мынаған берем деп. Енді әр адамның өзінің бір ішкі қалауы бар ғой, жаңағы күтімдері, ожиданиесі да өмірден. Сол мынау тағдырына сәйкес келмей, енді әкесі тастап кетеді, ішіп кетеді, жаңағы анасын ұрады. Бір іштеріне бір нәрсе болады да әкесіне деген. Соны қабылдамай адам өзі ақылмен, санасымен емес, сол бейсаналық бұл әңгімелер түп саналық деңгейде. Сіздің ішіңізде сіз даже өзіңіз білмеуі де мүмкінсіз. И сол әкеңізді осуждать ету, ол Құдай сол арқылы өмір бергеннен кейін, сол арқылы ризықты да береді, сол арқылы келеді бүкіл нәрсе. Бірақ сіз әкеңізді сыртынан ана айтады ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, әке шешеңе туф деп айтпа деп, ол мынау тілде емес жүректе іште кішкене бір не болса, вибрация. Бір кішкене бір болмайтын бір вибрация болса болды. Саған келетін нәрсе ол келіп жатыр, негізі ризықты саған бөліп қойған, үйіп төгіп беріп жатыр, бірақ сен орныңда жоқсың да. Ана жақта жүрсің бір жерде, төбеде әкеңді осуждать етіп, шешеңді. Ана өлі разы болмайды, тірі баймайды дейді ғой. Енді көп екен мына сұрақты мен сізге былай қойсам, қазір енді Құдай анаған берем, мынаған берем деп қоймайды ғой. Анаған бәріне бірдей ризықты береді, күніне энергияны бірдей береді, бәрін бірдей береді. Бірақ не үшін деймін да, осы кейбір жігіттер қанша стараться етеді. Менің өзім әрекетін өте көп істедім да, стройка, такси, төмен курьер. Табасың 500 000 теңге жоқ болып кетеді бірақ. Машинаны ұрасың, ішіп тастайсың, бір ауырып қалады, бір нәрсе болады, бір нәрсеге кетіп қалады, анан бәрекет жоқ та. Кәсіпкер емес шығар деймін да, анаған берем, мынаған берем, бәріне бір расчет жасаңызшы, бәріне бірдей береді ғой негізі, бірақ неге адамдар соны алғысы келмейді? Хорошо, дәке, былай да, жалпы қараңыз, не себептен жігіттердің қазір жағдайы онша емес. Опять-таки ол жарайды әкесімен отношение дұрыс деп айту мүмкін, сен қуа бермеңдер, жарайды әкемен отношение дұрыс. Хотя оны Құдай біледі да, бізден Құдай сенің ішіндегі жүрегіңде не отқан бәрін біледі ғой. Екінші жаңа опять-таки установкада ақша қолдың кірі, ақша тек қана байларда ғана болады. Мен үлкен ақшаға лайықты емеспін, мен байлыққа лайықты емеспін, мен өзімді бір үлкен лауазымды көруге лайықты емеспін. Обязательно психолог немесе коуч немесе там не знаю басқа зат. Просто сен өзіңнің жаңағыдай элементарно сен шаш қидырасың да, барбершопсың да, сен үлкен ақша тапқың келеді. Үлкен ақша табу үшін не істеу керек? Масштаб керек. Я бір емес, мысалы, аштық қой 4 кофейня. Сол сияқты ананы ашасың, ақшаң өсе береді, табысың өсе береді. А неге масштабқа шыға алмайды? Потому что қорқыныш бар да. Как будто бы анау, знаете, іштей ошибаться етуге қорқады. Үрей бар, провалдан қорқады. Өйткені мысалы мен осы өтірік айтпай қойын, 40 миллион қарызға кірдім ғой. Қарыз туралы қазір позже айтамын. И менде де рисковать еттім да. Көп жігіттер рисковать ете алмайды. Рисковать ететін артында риск, соның артында ризық жатыр үлкен. То есть былай ғой, сен тәуекел ету керексің, чтобы үлкен ақша табу үшін. Тәуекел ете алмасаң, вот мен бармын 150 000, 200 000 теңге тауып шүкір деп жүрдік. Бірақ өзің өмірің ұнамайды, әйелің аяқта бір жылдай береді, вечно недовольный, вечно жаңағындай күнде өзің жаңағы айта береді, сен жасай алмайсың, потому что рисктен қорқасың да. Рисктің артында ол Құдайға деген сенім,
әкесін 100% қабылдау и өзінің бір ішкі опорасы бар деген жігіттер ғой жалпы да. И сондай жігіттер қазір рисковать етіп Геленваген айдап жүр да. Потому что біледі да, мен ешкім деген позициямен өмір сүреді да. И Құдай оның мәртебесін жағдайын бәрі көтеріп тастаған. Опять-таки установкадан. Жаңағындай не себептен көп жігіттер қазір байлыққа үлкен ақша таба алмайды. Өткенде қараңыз, 80-ші жыл, 90-ші жыл енді біз ғой. Сол семьяны алайық. СССР құлады. Жоқшылық, кедейшілік бүкіл семьяда. Ақшада ұрыс керіс төбелес. Әкелер ішіп кетті сол моментте. Сол кезден аналар жаңағында шырылдап, пол жуып, ана жуып, әйтеуір күн көріс болып кетті. Жаңағындай бала, біздің екеуміздің де баламыз бар. Күнде магазинге барып, ол сән болып кетті ғой кәдімгідей. Бұрын ондай жоқ еді, позволить алмайтын еді ғой. Жаңағы кішкентай екеуміз мысалы барамыз, магазин жаңағы сок алғымыз келеді, жаңағындай киндер алғымыз келеді, жоқ, ақша жоқ. Ақша жоқ. Уже ол балада жаңағындай мен ондай затқа лайықты емеспін деген бір установка кетеді. Ертесіне жаңағындай папа ішіп келеді да, жаңағы папа баламен жаңағындай көз алдында ұрыс төбелес болады. Сен иттің баласы, сен еркек ез, бүкіл ақшаның бәрін жарап тастадың, осы балдардың несібесін сен жарап тастадың деп тағы да ұрыс болады. Ана бала қалай ойлайды? Как будто балада логический мышление жоқ қой. Ол айтады, мен үшін ұрысып жатыр. Осы ақша үшін ұрысып жатыр. Ақшаны жек көре бастайды. Дұрыс па? Ақшаны мен жек көремін деп уже установка миында болады. Үшіншісі, мектепке барады. Жоқшылық. Апайлар жинайды там 2-3 теңге тиындар. Үйіне барады, ақшасы жоқ, мамасы бермейді, папасы бермейді, папасы өзі лағып жүр, нанға кетіп қалған жаңа айтқандай. Сонымен жоқ болып кеткен. И апайлары жаңағындай мектептің алдында, вот сен берген жоқсың, сен намысына тиеді ана баланың. Ана іштей мен кедеймін деп өзін санап қалады. Білесіз, ана намысына тиеді ғой. Ана ақшасы жоқ, бәрілерін класспен жинап беріңдерші. Болды ғой онда біздің класста. Болды, иә. Ана апай түсінбей жатыр да, что баланың намысына тиіп жатқанын. Сөйтіп айтады, и все, ана бала салам алейкум, 200 мың теңге. 200 мың теңге табатын бала болды өскен кезде. Понимаете? Сол 7 жасқа дейін сол баланың көрген жоқшылыққа, ақшаға, сол одан да тағы бір случай болды. Маған бір мықты айтишник келді. 20-30 жыл тәжірибесі бар, короче. И ондай тәжірибесі бар айтишник да кемінде 5-6 миллион теңге табу керек. Минимум. И представляете, ол кісімен сөйлесем, жаңа ақшаға байланысты убеждениесін тауып аламын ғой. Кішкентай кезінде әкесі жаңағындай кәсіп бастаған, СССР кезде білесіз ғой, жаңағы тиын үшін жаңағы қинап жібереді. Сөйтіп налог дұрыс төлемеген ба, дұрыс жасамаған ба, енді өзінің оплошностьсі ғой былай айтқан кезде. Сөйтіп балаларына өсиет қылып айтып кеткен ғой. Ей, лучше жаңағы кәсіппен айналыспай ақ қойыңдар. Лучше өкіметтің қара жұмысы зато аштан қалмайсыңдар деп айтып жүрген. Мықты специалисттер өзінің жаңағы 4 ма 5 несі бар, бауырлар бәрі, короче, жаңағындай выживать етіп жүр да. Өткен сол кезде әкесі 7 жасқа дейін жаңағындай өсиет қылып миына құйдырып жүрген. Пенсияға шығып алды ма? Иә, сол себептен осылай сіздер былай айтқан кезде на ровном месте, пока өз ішкі халдеріңізді түсінбегенше, неге мен ақша келмейді, неге мен ақша қолымнан суағып кетеді, неге мен тағы басқа деп, сіздер үнемі ақшадан таяқ жеп жүресіздер. Осыны енді көбейкен ата-аналарға, именно аналарға қазір енді 90% анасы болады ғой баласының қасында. Бір дұрыс установка баласына қою үшін кішкентай кезінен именно ақшаға деген. Мысалы сіз постоянно айтасыз ғой, балам алып беремін, шама күте тұр, маған да баяғыда соны үйреттіңіз ғой. Жоқ деп айтпа. Иә. Болмай тұр деп айтпа. Бар ақша дайын тұр. Шама күте тұр қазір, мен вопростарымды шешіп алайын. Осындай бір нақты бір техникалар или аналарға әкесінің әкеліп жатқан кішкентай ризығын қалай бір үйлестіріп, соны жоқ деген нәрсені жеткізбеу ше. Чтобы бала кішкентай кезінен түсінсін да. Ақша ол оңай келеді, ақша ауадан да көп екен, ол изобилие бір. Осыны қалай жеткізсек болады аналарға? Жалпы былай ғой, очередь 7 жасқа дейін жаңа балаға айтып жатыр ғой, балаға то, что балаға былай айтуға болмайды деп ше. Мысалы, жаңағындай магазинге бардыңыз, сіздің ақшаңыз жоқ, и сен мама ананы алып бер, мынаны алып бер дегенде, папа ананы алып бер дегенде, тұрды ше, ақша жоқ деп айтқан кезде, ана бала жүрегіне қабылдап қалды ана сөз ше. Мен жаңа айтамын, баланы алдауға болады да. Балам күте тұр. Мысалы, маған бүгін жаңа ойыншық алып бер деп сұрайды да. Бір күнде ойыншық алып бер мағанша. Мен айтамын, күте тұр, қазір туған күн болды, туған күнді алып. Мен уже алып қойғанмын заранее. Мен сөйтіп алдап жүрдім да, оған все, папа доволен кетіп қалды да. Мен оған жоқ деген жоқ, мен ақша жоқ деген. Күте тұр, қазір туған күніңе саған алып беремін. Туған күн 1 айдан кейін болады. Ол жақта алдау керек та баланы. Хотя бы ақшаң болмаса алдау керек та. Өйткені жаңа ақша жоқ, күте тұр, жағдай осындай ғой, әкеңнің жағдайын көріп тұрсың ғой деп баланы айтқан сайын бала өзінің кінәлі сезіне бастайды. А виноватых что делает? Наказывает, да? Где есть вина, там есть наказание. Сөйтіп бала ақша үшін өз-өзін жаңағы кінәлі сезініп, осылай жаңағындай өмір бақи қинап жүреді. Мен бір техниканы айтайын. Енді мен Дакеге де оны айтамын. Дакеде өз 2 баласы бар ғой. Жалпы балаға ақша жоқ деген түсінбейді. Ақша жоқ деген ол басқаша қабылдап қалды түп санасы.
күте тұр, бүгін емес давай ертең баланы кішкене алдап жаңағыдай ақшаға деген наоборот жаңағыдай установка құю керек, дұрыс установка. Ақша деген мол, ақша деген өте көп. Даже мен техникам беремін оны оқушыларыма. Мұнан бәрі ақша. Мына отырған стол, үй бәрі ақша. Поэтому ақша жоқ деп айтпа деп ше. Балаға сол ақша деген ол қорқыныш емес, наоборот мүмкіндік деп айту керек та. Екіншіден, қазір көп еркектерде ақша жоқ. Өйткені олар ойлайды, типа, ақша болса мен құтырып кетемін, ақша болса мен бүйтіп кетемін, сөйтіп кетемін, лучше мен кедей болайын. Ол мұсылмандардың, особенно көп мұсылмандардың осы жерде бір қателігі да, жаңағыдай өзін бір кедей бір халіне түсіріп алады да, зато өз-өзін наказать жүреді ше. Құдай мені солай жаңағыдай қинап жатыр. На самом деле, Құдай сені қинап жатқан жоқ қой. Сен өз-өзіңді былай айтқан кезде қораға тығып, бүкіл жауапкершілік бәрін Құдайға іліп жатсың да. Поэтому сен наоборот Құдайға бір сондай бір сөз бар, мен бірақ точно айта алмаймын. Құдайға, оказывается, бай қуатты мұсылман жақынырақ екен кедейден қарағанда. Неге? Өйткені бай қуатты ол не только сөзбен, ол іспен көмектесе алады да, не көп қайырымдылық бере алады, көп заттар бере алады. Сен Құдайға жақынырақ екен. Енді жаңағы көбеке, мысалы 40-тан қазір 50-ге келген жігіттер бар, ақшасы жоқ та. Бар ақша, бірақ жаңағыдай бір 200 мың, 300 мың шамасын табады, үлкен ақша таба алмайды. Енді жаңағы сіз айтып жатқандай, ол кішкентай балаға ақша керек емес қой негізі. Оның сол ішіндегі бір қайлы бала деген өзінің әлі внутри бала ішінде бір кішкентай бала сияқты ол. Кішкентай балаға ақша керек емес. Мен былай айтамын ғой, жалпы кішкентай балада ақша қолында тұрмайды. Үлкен ақша жалпы ересек адамдардың қолдарында тұрады да. Өйткені мысалы сіз өзіңіз эксперимент жасап көрсеңіз болады, балаңызға 1000 теңге ма, 10 000 теңге ма, 100 доллар ма, вообще разница жоқ. Ол алады да жарып тастай береді. Өйткені ол оның артында бір жауапкершілік сезінбей тұр. Не себептен жаңағындай үлкен ақшадан көп жігіттер қорқады? Өйткені үлкен ақшаның артында үлкен жауапкершілік қой дәке. Мысалы қараңыз, сіз бұрын бір қарабасқа жауап бердіңіз, сіздің компанияңыз расширять етті, сізде 3-4 не бар, сотрудник бар. Олардың ай сайын хочешь не хочешь зарплатасы бар. Олардың жаңағындай отпускной бар, олардың хал жағдайы бар. И сен хотя бы солардың жаңағындай зарплатасын реттеу үшін жұмыс жасау аласың да, ол үлкен жауапкершілік аласың. Үлкен жауапкершіліктің артында үлкен ақша жатыр да. И көп жігіттер сол жауапкершілікті ала алмайды, қорқады. Өйткені наказаниядан қорқады да. А наказанияның артында ол, конечно, обречен на бедность. Поэтому жауапкершіліктен қорықпау керек. Бір. Екінші, бір мен айтатын едім, егер ақшаларыңды дұрыстағыңыз келсе, бір, әкеңмен отношение дұрыстап ал. Жоқ, Құдаймен отношение дұрыстап ал. Бірінші. Ол 5 уақыт намаз емес. Мен өзім, альхамдулиллах, мұсылманмын. Біз екеуміз практикующий намазбыз. Бұл жерде біз мынандай барада жіберіп, балағын кес тастап, Құран оқы деп жатқан жоқпыз. Құдаймен іштей бір коннект жасап ал. Дұрыс па? Жүрегіңді реттеп ал. Адамдарға ренжіме, осуждать етпе. Екіншісі, әкеңмен отношение мінсіз қабылда әкеңді. Ол қандай болсын, сен тастап кетсе де, нанға кетіп қалса да, мамаңды ұрса да, ренжітсе де, сен әкеңді 100% қабылдау керексің. Не себептен? Өйткені сенің әкең болмаса, бұл өмірде болмаушы еді, мына видеоны көрмеуші едің. Поймаешь, саған ең құнды ол өмір сыйлады да. Үшіншісі, іштей убеждениемен жұмыс жасау керек ақшаға байланысты. Неге? Мысалы, адамдар, которые қарыз алып кете беретін, мошенника қадала беретін, постоянно айдың сонда ақша 0 болып қала беретін, оларда основном сондай убеждение бар. Ақша қолдың кірі, ақша құсу сияқты ағаты, өздерінің аузынан да шығады. Сол убеждение тексеруге болады. Ай сайын сондай бір повторяющий сценарий деп айтады психологияда. Сол қайталана берсе, значит, сен где-то допускаешь. Сол психологқа бар, жаңағыдай бізге кел, бір терапевт шешіп алуға болады. А то келесі айда қолыңда ақша тұратындай болады да. Төртіншісі, сен бұл әлемге құндылық беру керексің. Мысалы, сен таксистсің. Сен құндылығың не дәке? Точка А-ға, точка Б-ға 15 минуттың ішінде аман-есен жеткізу. Сол үшін сен 1000 теңге аласың. Мысалы, біздің еліміздегі президент, ол не только өзін, ол 25 миллион халықтың, былай айтқан кезде 20 миллион халықтың қамын ойлап жатыр да. И соған сондай бір ризық береді ше Құдай. Мысалы, сен бір какой-то бір бизнесмен алатын болсаң, Геленвагенмен жүретін, күшті үйде тұратын, оның артында жүздеген бір сотрудниктер бар да. Соған қорықпай, ол жауапкершілік алып, сондай бір үлкен ақша тапса, значит, сондай бір үлкен құндылық бұл әлемге бере алады да. Мысалы, врач, көз дәрігері. Кез келген врач көзді емдей алмайды. Тем более ана дносын. А егер сен сондай врач будешь, который очередь саған тұрады, сен так отточи свое мастерство,
қанша курстар оқып дайындалшы, қолыңды вивать етші, білім алшы, сенің құндылығың настолько жоғары болады, что сен бір операциядан былай айтқан кезде бір квартираның ақшасын табасың да. Согласитесь? Сол сияқты да, сен бұл әлемге қанша құндылық көп берген сайын, сенің сонша құндылығың былай айтқан кезде ақшаң көбейеді. Бұл 100% гарантия. Дұрыс па? Настолько үлкен проблемаларды шешесің. Қанша үлкен проблема шешкен сайын, қанша адамның болын алғы көмектескен сайын, сен сонша көп ақша табасың. Бесіншісі, ол мен ойлаймын, надо заниматься любимым делом. Что такое любимое дело? Мысалы, көп адамдар қазір офисный работниктар, таксовать ететіндер, курьерлер, олар жаңағындай графикпен өмір сүреді да, таңғы сағат 9-ға жұмысқа барады, ровно 6-да бітті ме шығып кетіп салады. Қызықтың бәрі 6-дан кейін басталады да. Егер сау жұмыс жасаса, сен түнгі 12-ге қалып жұмыс жасайсың. Саған ол реально қызық болса, сен до конца берген затты емес, тағы да дополнительно изучать етіп, одан да көп жаңағындай информация алып, соны беруге тырысасың да, өйткені ол саған ұнайды. И осының бәрі 5 сатты сен выстроить еткен кезде, сенде рано или поздно сен өзіңнің айтқан кезде байқуатты болуға мүмкіндігің бар. Енді бұл көбеке ақша неке энергия ғой, енді ақша табу үшін адамға бір состояние керек, энергия. Енді бұрын сіз маған айтатын едіңіз ғой, бар нормальный жерге киін, тамақ ал, нормально өзіңді бір жерге апарып комфортқа тық. Лучше сол ақшаны жарат өзіңе, сен миың түп санаң ол ақшаны саған тауып беріп тұр ма? Значит ол X2, X5, X100 тауып береді саған, бірақ сен соны берілген нәрсені сен өзіңе жарату керексің, алу керексің. Алмасаң ол уже түседі да, то что мынаған тауып бердік. Мынау что-то оны жаратқан жоқ, маған керек емес ақша. Мен өзімнің өмірім туралы айтайын. Осы 1 жыл бұрын мен BMW алдым ғой. Қалай BMW алдым, мен табысым X5 өсті. X5 өсті. Не себептен? Өйткені ол маған ұнайды да. Ол маған ұнайды. Ол көлік маған эмоция береді. Ол отырған сайын мен кайфовать етемін да. И менің түп санам айтады, көбек, красавчик, теперь дальше. Мысалы, қалай жұмыс жасайды? Дұрыс айтады, дәке. Мысалы, адам ақша тауып беріп, бірақ өз-өзін қуантпаса, өз-өзін жақсы көрмесе, ертең ол отказға кетіп қалады. Тапқан табыстарыңды былай айтқан кезде сендер үнемі ұстап отырмайсыңдар. Адамның миы ол сендерден де умный да. Егер сен мысалы определенную часть своего там зарплаты, нені өзің жаратпасаң, өзіңнің менталды здоровьяңа да, өзіңнің ұнайтын заттарыңа, өзіңнің хоббиіңа, өзің затыңа жаратпасаң, өзің денеңді благодарить етпесең, сен рано или поздно выгорать етіп, нарықтан вообще жоқ болып кетесің ғой. Қаншама мысалы адамдар бар, нарықта күшті болып жүреді да, жоқ болып кетеді. Мысалы блогер күшті түсіріп жүреді да, бір 2-3 айдан кейін оның просмотры 25 миллион болады. 25 миллион болады. 25 миллиондан кейін неше түрлі контракттар түседі. Сен наған бол, многомиллиардный не болады, контракт болады. 3 айдан кейін ана блогердің көзі от жоқ, депрессия кіріп кеткен, быч болып кеткен. Не себептен? Өткені жаңағындай адамның миы, жаңағындай 150 мың теңге тауып жүрген миы, резко 15 миллион тапқан кезде дофаминовая яма деп айтады. Анау резко бай болып кеткен кезде, анау миындағы рецепторлар өліп кетеді екен. И сөйтіп, получается, сен уже миың баяғы эмоцияны бере алмайды, ана эмоцияны жаңадан жасай алмайсың, потому что сен бір-ақ рет жасадың ғой оны. И сөйтіп, сен, короче, выгорать етіп, нарықтан жоқ болып кетесің. Вообще, депрессияны кіріп кетесің. То есть, мен айтқым келгені экологично, жаймен, асықпай, помните, мен сізге үйреттім ғой, сразу там миллионер болуға асықпа, жаймен там 300 мың тауып атсың ба, 800 мыңға өш, 800 мыңнан 1,5 миллион, 2 миллион, 3 миллион сөйтіп сен миыңды үйретесің. Өткен определенный момент саған дофамин беріп отырады да. А когда избыток дофамин болған кезде, сен оны жете алмаған кезде, наркомандар неге откат болады? Наркомандар неге былай айтқан кезде не істеп қалады? Өйткені миы ананы сұрап отырады ғой, бер деп ше. И екінші бомждар мысалы. Вот бомжды алайық. Случайным образом вытягивать билет, и там ты миллионер, ақшаны табады, миллионды алады, счетына түседі да, и ол қуат, короче, ақша жаратады, жаңағы машина алады, үй алады, өйткені дофамин керек қойған, алып жатыр. 5 жыл ба, 6 жылдан кейін анау бомж баяғынан халінен де төменге түсіп кетеді. Даже одан да төменге түсіп, өйткені жаңағындай дофаминовая яма болды да. Сол үшін асықпау керек. Айтып отырмын, асықпай, жаймен жететін болсаңдар, мен всегда айтамын ғой, өзім оқушыларыма, өзіме де 1%-ке мықты болу керексің да. Мысалы, сен кеше 3 кітап оқыдың ба, 3 страница оқыдың ба, бүгін 4 оқы. Ертең 5 страница оқы. Сөйтіп жаймен өскен кезде сенің миың, сенің денең ол нагрузкаға үйренеді. Сенің миың, сенің денең ол нагрузкаға үйренген кезде
соответственно бұл стабильно алып отырады да, стабильно жинап отырасың. А жаңағы сіз айтқандай откат не үшін болады? Ол бір жаңағы дофаминный яма деген. Екіншісі, сен жаңағында стабильно 2-3 миллион тауып жүрсің, бірақ бір әлем үшін өмір сүріп жүрсің да. Жаңағы әке-шешең үшін өмір сүріп жүрсің, бала-шағаң үшін өмір сүріп жүрсің, жұмысқа өмір сүріп жүрсің, бірақ өз-өзіңе былай айтқан кезде благодаритпейсің, өз-өзіңді қуантпайсың. Мысалы, сен бүйтесің. Мен Құдай қаласа осы 3 миллион теңге табамын да, шетелге шығып қайтам. Демалып қайтам. Бір моренің алдына барып қайтам. Бірақ 3 миллион теңге табасың. Ана морені ұмытып кетесің, там проблема болады, анау болады, қалып қалады да. И какой-то момент сенде апатия болады, выгорание болады. Өзің түсінбейсің, салып жатқан жұмысың, жасап жатқан, саған көзің от ойнамайды да. И сөйтіп жаймен табысың түсіп қора кіріп кетесің. Даже қарызға кіріп кетесің. Өйткені жестко. Сен өзіңе сөз бересің. Мен мынаны жасаған кезде, мен мынаны жасаймын деп. Соны жасамаңыз түп саны айтады, братан, ренжіме. Сен маған сөз бердің, бірақ орындамадың, енді салам алейкум. Мен уже анаған энергия бөлмеймін, оған күш бөлмеймін. Емкость бөлмейді. Делай, что хочешь дейді да, сөйтіп выгорать етіп, қарызға кіріп кетеді көп адамдар. И оны түсінбейді ғой көп адамдар. Менде депрессия деп айтады. Біз көбінесе, көп адамдар, мы же не ищем проблемы в себе. Мы ищем извне. Да. Папа виновата, мама виновата, друг, брат, партнер, этот кинул, этот кидала деп бәрін бірақ өзімізден не істемейміз да. А егер ойлансаң, неге былай болып жатыр десең, түп санаң бір күн, 2 күн екен, тың ет картинаны қояды. Все. Түсіндім. Пойдешь, прорабатываешь, и все, дальше идешь, короче. И сөйтіп сен өзіңнің стабильностьті сақтайсың да. Енді бұл өмірде стабильность, конечно, жоқ. Бірақ в целом сен өзіңді миыңды алдамау керексің, түп санаң алдамау керексің. Обещал, надо делать. И жаңа Даке айтқандай, неге асықпай өсу керек? Өйткені сен мысалы 1 миллион теңге таптың, соның 10%-ын жараттың, күшті киім, Массимадан барып, немесе там қыдырдың, тамақ ішіп алдың, сенің миыңда определенный бір дофамин бөлінеді. О, красавчик, Даке, сен 1 миллион теңге таптың, сен өзіңді қуантың деді. Келесі айда сен уже миллион емес, өткен ана дофамин бөлу керек қонбай, саған 2 миллион тапқызады. Сен уже 100 емес 200 мың теңге жаратасың да, сөйтіп сенің айтқан кезде, не себептен бай адамдар жаңа қымбат киім алады, қымбат сумка алады. Өйткені осылай өздерінің жаңа миларымен жұмыс жасайды да. А бізге ол как большая трата деп көреді ғой. Ысырап деп ойлаймын. На самом деле ысыраптың даже мен сіздерге айтайын, егер мен мына термосты өмір бақи қолданбай, бір-ақ рет жылына бір-ақ рет тауда қолдансам, бұл ысырап емес. Бұл маған керек деген сөз. А біз ана любой қымбатшылықты ысырап деп ойлаймыз да. На самом деле, пока сен өз-өзіңді қуантып білмегенше, өз-өзіңмен былай жұмыс жасамағанша, үлкен ақша келмейді. Келеді, бірақ ана через одно место выгорать етіп, шаршап, шалдығып, не істеп ше. Американецтарда сөз бар ғой. Те, кто работает с утра до вечера, никогда не разбогатеет деп ше. Потому что ему некогда разбогатеть, некогда зарабатывать деньги. Действительно көбек. Өйткені сен целый день деп жүресің да, сол үшін бай адамдардың высокая эффективность ол күнде 4 сағат жұмыс жасайды, ақша алып келетін әрекеті көп та, сол сөйтіп үлкен ақша табады. Ну это дальше больше, бірақ айтып кетейін. Енді жаңағындай қарыз туралы сөйлесек. Енді осы адамның энергиясы, состояниесі, бұл енді бірінші очередь адамның денесі ғой, мынау өзінің адам денесін қозғалтпаса, жыбырлатпаса, жүрмесе, спортпен айналыспаса, заржаветь етіп қалса денесі. И оның определенный бір өміріндегі ата-анасы бар. Екеуінің біреуіне ішінде жаңағыдай бір дұрыс емес несі болса, осылар мені шаршатты, ізімнен қалмайды, жаңағы өмірді үйрете береді, мазамды алды деген сияқты. Сол екеуіне ренжіп жүрсе, сосын енді еркек адамдарға ол жұбайы, әйел адамдарға ол еркегі. Иә. Сол еркегіне ол недовольный болса, кішкентай ақша тауып келген кезде, ол шүкір ете алмай тұр ғой соған, қуана алмай тұр да. Ал еркек адам жаңағы ризықты тауып 200 мың теңгені сол үйіне апармай барып жарты жолда жартысын бір жерге тығып жіберсең, жаңа өзіңнің нәпсі қалауыңа, онда сен былай айтқанда тоже жаңағыдай бір 200 адамсың да өзіңді өзің алдап жүрген. И солай жүріп адамдардың бизнестары құлап, бір үлкен бір нәрсені жасайды, масштабқа шығады. Бір қарасаң долговая ямада жатыр да. Жалпы қарыз туралы өзім айтайын, мен өзім қарыздан чемпион болғанмын. 40 миллион қарызға кіріп кеткен адаммын, альхамдулилlah. 40 миллион қарызға кіріп кеткен, мен еще әртүрлі банктан ғой. Бір банкта 5 миллион короче, бір банкта 6 миллион же, бір банкта 3 миллион көріс. Сол сөйтіп кіріп береді, кәсіп ашам деп кіріп кеткем. Жалпы айтайын, қарызға байланысты не үшін? Вообще қарыздың артында ол эго жатыр ғой. Мен деп тұрсың ғой. Мен әлемге докажу деп тұрмын да. Мен всем докажу, болса қолменші. Мынандай қолмен, короче.
иә сен докажу деп тұрсың. Екіншіден қарызға кірген себебі жаңа дофамин яма ғой. Көп адамдар үлкен ақша тапқысы келеді. Миллион теңге тапқысы келеді. Миллион теңге тауып, бірақ 10 миллион теңге тапқысы келеді. Срочно табу керек, бірақ оны уточнить етпейді да, мен қалай табу керекпін. Мен табысын өсіру үшін жаңағында маркетинг жасаймын, продажаны өсірейін, командаларым емес, сразу 10 миллион табу керекпін. А мы ол оның кейін қалай табуға бәрібір да. Сөйтсең қораға кіргізіп жібереді. Откат кетеді, сол оң құтыласың, сонымен миыңда сенде галочка болады, 10 миллион былай таптың ғой деген сияқты. Үшіншіден, именно ақшаға байланысты, ол опять-таки яке ғой даке. Вообще в целом психологияда адам егер долговая яма кіріп кете беретін болса, вторичная выгода деген бар да. Менде де ол болған. Мысалы, саған әке-шешең сұрайды, даке көмектесіп жібер, мынандай болып жатыр. Енді көріп тұрсыңдар ғой, счеттарым блокта ғой. Көріп тұрсыңдар ғой, мен қазір өзім и так-та выживать етіп жатырмын ғой. Көріп тұрсыңдар ғой, банктан төлеп тастау керек, қарым шығады. То есть саған вторично выгодно, чтобы сен қарызда болшы. Өйткені сен біреудің жоқ, ақша жоқ деп айта алмайсың да. Сол бейшара деген халге кіріп аласың. Сөйтіп халге кіріп аласың да, енді көріп тұрсыңдар ғой, сүмелек болып жүресің. Жүгірші әркімге да. Төртіншіде өзің айып. Иә. Төртіншісінде қарызға не үшін кіріп кетеді адамдар, жаңағындай дофаминовый жаңағындай яма туралы айттым. Ол төртіншіден адам жаңағындай чувство вины. Кінәлі сезім или чувство долга. Мен міндеттімін. Бірақ кімге міндетті, ол қайсыға міндетті оған вообще не да? И адам бір өзіне сондай бір стратегия құрап алады. Сөйтіп бір жаңа как будто бы мен өзім айтайын, осы 2021 жылы мен тоже әркімді тыңдайтын неше түрлі коучтар бар ғой, которые бүйтіп махать ете беретін ше. Өздерінің артында бір кәсіп жоқ, бірақ неше түрлі ақша туралы айта беретін. И сол кезде мен тыңдаған кезде мен бір адам енді әр адамның бір өзінің бір мына кісіге сенемін деген сияқты бір не болады ғой. Сол кезде маған кісі айтқан кезде мен түсінбей қалдым да. И соны тыңдап мен негізі өте көп ақшаны жоғалтып алғанмын. Типа ол былай айтты да маған, соғын прямо сабағына қатысқам, курс алғам. Типа мен как раз Стамбулға көшу керек едім. Стамбулға көшу керек едім. Типа мен айтамын, Стамбулға барып, осылай товар сатсам, курс сатсам деген сияқты. Сен типа бірдеңе деп айтты да, типа сен самозванец боласың. И мен соны жүрегіме қабылдап қалғам ғой кәдімгідей. И мен миша бір адамды алып алғам, ол адам вообще қатысы жоқ ол кәсіпке. Просто қасында бар местный деген сияқты. И сөйтіп соған 50% беремін, еще өзім табысым бар. Сөйтіп мен на ровном месте өзім табысым өзім айырылатынмын да. Бүкіл жауапкершілік менің мойнымда еді. Сол үшін көп адам тыңдамау керек, особенно бизнес коучтарды анау-мынау деген сияқты. Өйткені либо дұрыс затты айту керек, либо оны айтпау керек та. Өйткені бізде де қанша жастар көреді ше. Мен вообще кеңес беремін, 14-15 жастағы жастар, егер сіздің балаларыңыз болса, қыздарыңыз болса, соларға наоборот терапияны алу керек та. Өйткені біз сияқты 40-қа келген кезде, 30-ға келген кезде деп отырмайтын ше. Сразу 25-16 жаста шешіп алады да, уже болашаққа былай смело дейді ғой, твердый шагпен барады ше. И сол кінәлі сезім арқылы біреуді тыңдап сөйтіп өз-өзін қораға кіріп жібереді. Өйткені анау авторитет айтты, типа сен қарызға бірінші кіру керексің, потом сен потенциалың ашылу керек, одан кейін сен үлкен ақша табасың деген сияқты. Хотя жаңа айтқандай спокойно поэтапно ақша табуға болады да. Ештеңе напрягать етпей әке. Еш жеріңді напрягать етпей. Просто асықпай да. И сөйтіп жаңа біреу тыңдап алады, көріп алады, и сөйтіп өз-өзін қарызға кіргізіп жібереді. Бұл жерде тоже не да? Опять-таки не үшін өткен іште опора жоқ қой. Ол опора әкеден келеді. Ол опора әке алады. Сол үшін қарызға кірсеңіздер осындай бір проблемалар болуы мүмкін сізде. Особенно ол докажу деген. Әлемге докажу. Бірақ бұл әлемде еще ешкім доказ етіп салмаған. Бұл әлемде тек қана бір ғана хозяин бар, ол Құдай. Қалғанымыз ешкім емес. Сол позицияға кірмегенше сен қарыздарыңыз сен қорада жүре бересіздер. Енді қазір ұл балдардың енді көбісі кіре бермейді, бірақ қыз балдар көбінесе кіріп кетеді қарызға. Әйел адамдар ше. Әйелдің бір қарызға кірсе қатты кіреді, сосын до конца кіріп кетеді ше. Олардың бір мен түсінгенім анау іштеріндегі бір қажетсіз деген сезім бар, оларды докажу. Иә, өмірде бұларды бір даже анасы құрсағында жатқан кезде бұл қыз керек емес болғанда бұған. Ол өмірде өзінің нужный важный екенін дәлелдеу үшін. Особенно бақытсыз әйелдер тұрмыста маған көп жазады. Олар еще байқұстар бар ғой. Өзінің бір Gucci немесе бір Кристиан Диор деген сумка алмайды ғой, Prada деген сияқты. Олар ана байқұс өзінің балаларын бағу үшін кіріп кеткен ғой қарызға. Күйеуі ақша бөлмейді. Ана докажу дейді да. Сөйтіп кіріп, ана неше түрлі курстар қарызға кіріп кетіп алады. Сонымен маңырап жүреді да. Ол видите қалай? То есть против природы кетіп жатыр ғой тағы да. Я не против, чтобы әйел адам ақша табу керек. Әйел адам ақша тапсын, қырып тапсын. Бірақ ішінде ешқашанда мен семьяны бағу деген бір ой болмау керек та. Өйткені сол ой ол еркектің во-первых потенциалын сындырып тастайды.
еркектің сағын сындырады сол ғой ше. Екіншіден ол еркек әлсіз болады. Үшіншіден ол еркек былай айтқан кезде ну әйелді еркек көп қарап қалады. Получается сондай жаңағыдай іште өзінің қажетсіз, өзінің не нужный сезінетін қыздар өзіне сондай бір әлсіз еркек тартып алады. Иә. Сосын оның қасында өзінің на фоне этого өзін самоутверждаться етеді. Мен мықтымын, мен жетемін, мен істеймін. Бірақ қазір байқасаңыздар көптеген әйелдер мен жетемін деп істеп жатыр ғой. Бірақ именно сондай қыздардың мынау мен өзімнің кінәлі емес екенімді дәлелдеймін деп тұр ғой өзіме. Мен өзімнің қажет екенімді дәлелдеймін. Сөйтіп ол балдарының алдында өзгеруге тырысады, күйеуінің алдында өзгеруге, бүкіл адамның алдында өзінің бір басқа адам екенін дәлелдегісі келіп жүреді да. Көп әйелдер қазіргі заманда вот особенно біздің қыздар, қазақ қыздарды алайықшы, олар күйеуінен жылулық ала алмайды. Олар мысалы блогерлар, ол сол блогер өзінің әлемі, сол лайк басады, комментарий жазады, тағы басқа жазады, содан ол дофамин алады миы. Ол күйеуі жаңағы құшақтамайды, жаным сүймейді бетінен, жаңағыдай баланың алдында өзін керексіз санатқызбайды. Ол короче робот та, үйде барады, таңертең завтрагын береді, күйеуі недовольный қабағын түйіп алып шығады, ана завтрагын жинайды, балалар айқай шықшымен кеш жақын дома болып жатады ше. Ана әйелге жаңағы жылы сөз айтпайды. Сөйтіп компенсация дейді да. Ол сөйтіп жаңағы қарыз арқылы, жаңағы шопинг арқылы неше түрлі заттар алып, өзінің жаңағы миына дофамин бөлгізіп, сөйтіп компенсациямен өмір сүреді көп әйелдер. Уже до такой степени өмір сүреді, что қарыздан жауып жүреді да. Адам бір қарыз алады да, жабады, ана екінші сөйтіп, короче, крысиный бега деп айтады оны. Сөйтіп ағаның түбінде ол өзі дұрыс айтасыз, керексіз, ненужное деген сезімнің кесірінен сондай болады. А ол ненужный сезімнің артында ол әкесі жаңағы нанға кетіп қалған ғой, примерно. Иә, кезінде кішкентай кезінде. Енді бұл қыз балаларға қазір бізден айтатын бір біз ақыл айтқанды енді жақсы көрмейміз. Былай жол көрсетейік сіздерге. Енді осы қарыздардан шығу үшін, өзіңізді табу үшін жалпы біздің осы 3 күндік интенсивке келіңіздер, сол жерде толықтай сіздер шешімдерін аласыздар. Мен өзім кейспін. Мен Көбей мырзаға келген кезде тоже сол ретпен тамақ ішіп, жаңағы бір күніге 15 мың, 20 мың теңге тапсаң соған мәз болып, әйтеуір ілініп салынып, бір көптің бірінің сікірі деген сияқты жүрдік бір нәрсе қылып ілініп салынып. Бірақ іште білесің да потенциалың бар ше. Қырып соғуға мүмкіндігің бар, білесің то, что ішіңде бар, бірақ оны мен өзім көре алмайтын. Сіз көріп маған айттыңыз ғой, Даке, сен айырасың, сен 1-2 жылдан кейін сен шығып кетесің. Бірақ сол кезде мен өзіме сенбегенмін. Қайттан барып стройка кіріп кетемін, қайттан таксиге келемін, қайттан сізге келемін. Сөйтіп өз-өзіме сене алмай жүрдім ғой былай айтқанда. Бірақ сіз көріп тұрдыңыз ғой анау, бар сенде мынау. Давай. Адамға вера керек та, Дакеше. Вера деген ол мысалы мың оқушының біреуін таңдайды ғой, мысалы мықты ұстаздар. Ол не себептен? Германия сондай бір кішкентай ел әлемді жаулап алуға кішкене қалды ғой. Өткен ана мысалы Гитлердің жаңа солдаттарға сөйлеген сөздерін қарасаң, сендер мықтысыңдар, сендер ақсүйексіңдер, бұлар ешкім емес деп кәдімгі ана несін дұқтарын көтеріп тастаған ғой. И настолько что олар жаңа зомбир деп жіберген да. Убедили, да. Убедили. И мен не үшін сізге айттым, что сіздің қолыңыздан келеді деп. Во-первых, мен адамдар танимын. Мен сразу айтамын, маған келеді ғой. Сенің қолыңнан келеді. Ренжіме, мен сенімен жұмыс жасаймын. Потому что көбінде жатып, алыңызшы, жасайықшы, бірге істейік деп. Мен көріп тұрмын, мына мен жасауға бірдеңе болады ше. Өйткені адам өзін танымаса, ол сырттан мен көріп тұрмын ғой. Екіншіден, қазір көп адамдар шаршап кеткен де екен. Неден ше, әдемі сөзден, жаңағындай бір өтірік, бір замазный жаңа киімдерден, бәрі қарапайымдылықты іздейді. Қазіргі сондай тренд уже қарапайымдылық ше. Какес айтып, какес ішіндегі бөлісіп, сондай адамдар өткен сол жетіспейді да. Өткен осы 2024-26-ға дейін андай болып келді ғой. Типа эстетика сияқты ше. Сенде күшті ақша болса, сенде күшті машина болса, бірақ ана уже түсінді да, что успешный успех екен бұның бәрі ше. Что адамдарға қарапайымдылық жетіспейді екен. И сіз өзіңіздің блогыңызда солай айтасыз. Ұялмайсыз, сіз өзіңіз іштей өзіңізді бөлісесіз. И соның кесірінен, соның әсерінен көп адамдар тартылады да сізге. Өйткені адамдар ол адам энергияға келеді. И сол үшін мен сізге сендім, что сізде айттым ғой, күте тұр, уақыт бер өзіңе. 3 жылдың ішінде сіз аттыңыз да. И ол дальше больше кете береді ше. Өйткені қасыңызда адам бар, который айтып отыратын, былай істе деп, и сіз уже смело газды баса бересіз. Көп адамдардың қазіргі неде, моментте бәріне подписан да. Коуч, психолог, финансист, бухгалтер, и күнде аналардың жаңа нелерін көреді ше. Негізі ана орыстарда айтады ғой, ты то, что ты есть дейді. Мен сен туралы сен тамақ жегенін айта аламын дейді да. Дұрыс қой.
даже питаниядан дұрыс тамақ жемесе ол адам уже бетінен көрініп тұрады, безі шығып кетеді десе, биология тұрды айтатын болсақ ше, түрі әжім басып кетеді, шашы дұрыс емес, там тырнақтары дұрыс етпейді деген сияқты. Екіншісі, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты дейді. То есть сенің окружениең саған негізі сенің ішкі убеждениеңе, халіңе, жаңағындай қарызға кіріп кетпеуіңе айтады ғой, сен 5 миллионермен доспасаң, сен 6-шы сен боласың деп. Сен 5 неудачникмен доспасаң, сен 6-шы сен боласың деп. Поэтому адамдар избирательный болу керек та. Менде мысалы дос жоқ дәке. Мен оны беттеріңізге айтайын, менде дос жоқ. Уақыт та жоқ, доспен кездесуге. Есть партнерым, дәке деген менің партнерым, бірге жұмыс жасаймыз, бірге жаңағындай мақсаттарымен бірге жетеміз деген сияқты. И мне интересно, мне комфортно да. Маған мысалы көп адамдар жаңағындай ішкі несін бар ғой, жаңағындай эмоциясын басу үшін, жаңа өзін керек сезіну үшін бір үлкен бір талпамен жүреді. Жаңа өзінің болмайтын приколдарын тығып жібереді, жаңа бәрі күлу керек. Өткен ішіндегі кішкентай бала признание іздейді да. Осы признание болмағасын ол ар жақ жалақтап жүре береді, анаған, мынаған деген сияқты. Как будто бы кажется, что не здесь, а вот там лучше, короче. Ана жаққа барады да, не здесь, как будто вот там лучше. Сондай бір іштей бір, как будто бы фома дейді ғой. Ештеңеге бір деңгейге жетіспей қалған сияқты, бір деңгейге жете алмаған сияқты бір сезім пайда болады. Мен жаңа көбекем мына жерде бір коляскамен бір кісі өтіп кетті ғой. Иә. Сол кісіні ойлап отырмын, жаңа бір сондай бір ой келді да, инсайт. Сол адамның басындағы коронаны сол кісі ғана көріп тұр ғой, қазір коляскамен кетіп бара жатыр ғой. Иә, адам. Екі аяқ ең қымбат байлық ол денсаулық. Ата-ана біз осы психосоматика деген жалпы біздің негізгі ниетіміз ата-аналар мен балалардың арасындағы мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткендей, сый құрметпен ата-анаңа қызмет ету, жұбайыңа, балдарыңа кәдімгідей дұрыс әке болу, оған жету үшін сен бірінші өзіңнің психикаңмен, өзіңнің денеңмен, ең бірінші очередь сен состояниең дұрыс болуың керек. Сен кәсіпкер болсаң да, сен кім болсаң да, сен іштей адам болуың керек, әкеңді, анаңды жақсы көруің керек. Ең жаңағы қазір адамдардың жүректері сондай ақшаға, дүнияға қатты байланып қалған ғой, енді сонымен сыналып жатыр ғой адамдар қазір. Құдай біледі, біздің сырттай өзімізді әдемі қылып жүрік, сырттай киім киінеміз, машина аламыз, өйтеміз, сырттай да бәрін. Косметик жаңа жағады. Адамның ішінде анау бейшара деген бір кішкентай баланың халі болса, жаңа жалки деген аянышты, әлсіз, ақымақ деген сияқты. Ол сол халге түсіп қала береді. Енді қазір жүректердің настолько сол дүнияға байланып қалған, енді бұл жаңағы енді іблістің де бұл несі бар ғой, ой салып отырады постоянно. Сен доказать ет, сен көрсет, кредитке болса да алып ал. Сол өзінің ішіндегі бір нәпсісінің жаңа несіне ілініп кетеді да, жаңа даже жастардың өзін қазір үйлендіру үшін бар кредитке тығып үйлендіреді ғой. Иә. Бірақ той жақсы, біз тойды жақсы көреміз. Той болу керек, бірақ тойда да жаңағыдай бар мен базар болып, дұрысынан жасап, енді адалынан, арамын несемей жасаса, сол балдар бақытты болар еді да. Сосын артынан жетіп, 1-2 жылдан кейін ақшасын жинап, үлкен той қылып, ешкімге дәлелдемей өмір сүрсе. Қазір енді бірінші жастардың ең қиын болып жатқаны, балдарыңыз үйленетін болса, оларды жаңағыдай қораға тығып жібермеңіздер қолмен. Жұрттың сөзі, жұрттың әңгімесі, елдің әңгімесі ол таусылмайды. Мендігімді дәлелдеу үшін адам мен дей берсе, ол постоянно біздің айтатын сөзіміз бар ғой, бетімен асфальтқа сүйретіліп қалады, жаңа қораға кіріп. Жалпы едесіздер ғой бетпен. Осы енді жүректердің датауы сол дүнияға байланып қалғаны, адамдар қазір өзінің эгосымен, өзінің мен екенін дәлелдеймін деп кетіп жатыр ғой, қораға да кіріп жатыр, қарызға да кіріп жатыр. Жаңағыдай әйелін сыйламай, әке-шешесін сыйламай, болдым мен, өзім жеттім, мен деп. Осы әйел адамдар мысалы сіздер былай мен жетем, мен істеймін дей берсеңіздер, мен деген анау негізі Құдайда. Бірақ сіз егер жұбайыңызбен сол Құдай үшін дұрыс соған қызмет етсеңіз, сіз үшін ол жаратқан, соған сіз қызмет етсеңіз, ол сіз үшін, сіз ата-анаңыз үшін қызмет етсеңіз, ол ризық деген нәрсе, дүния деген нәрсе сенің артынан қуып жүреді. Қазір осы салаға келіп көбеке мен соны нақты көзім жетті, то что сенің ішкі халің, состояниең дұрыс болса, сен азанда шынымен де шүкір деп тұрсаң, бала шағаңды көрген кезде қуанып, отбасың, әйеліңді, дүния шынымен де ақша саған келеді екен, өзі тартылады саған. Состояние келеді ақша, иә. Вибрацияң дұрыс емес, сен адамдарды қызғанып, көре алмай, іштей ренжіп, осуждать етіп жүрсең, келіп тұрған ризықты сен өзің аталып кетесің. Ол Құдай саған әртүрлі способпен береді, сынап та береді. Кеше мен мысалы жұмаға кіріп бара жатырып, алдымда міне Аллах свидетель, осындай бір пачка 10 000 теңгеліктер жатыр. Мен алып көтеремін да кімдікі айқайлап жатырмын, ар жақтан бір мужик жүгіріп келе жатыр. Ананың түрінде андай неужели деп тұрған анау жоғалтып алған жүгіріп келіп тұр да. Мен ойлап тұрмын, Аллах не үшін мен олай сынап жатыр да, ананы мен алсам, мен іштей өзім кінәл сезініп қаламын бәрібір. Недостойно ақша. Кінәл сезінемін. Мен содан одан да көбін кетеді, далаға кетіп қалады ша. Ананы бердім, ішке бардым, бір андай жүрегіме андай бір сезім келді да. Бір енді ол сезіммен айта алмаймын, ол сөз бір жүрекке бір жылулық келді. Енді қазір
іштеріңізден жаңағы жаман ойларыңызды тоқтата алмасаңыздар, постоянно бір негативный ой, постоянно адамдарды жек көру, мысалы анау жұмысыңа барасың, бастығын жек көресің, үйге келіп әйеліңді, күйеуіңді, я не знаю, далада таксисті, біреуді бәрін жек көріп жүрсең, саған ризық деген нәрсе ол келмейді. Өйткені сен неблагодарный адамсың ғой өмірде. Сен Құдайдың берген денсаулығын, берген әйелін, ата-анаңды қандай болсын, разница жоқ. Бәріміз рано или поздно өлеміз ғой, бірақ сол адамның ең құнды нәрсесі ол бірге болуы. Мен мысалы қуанамын сізбен бірге, ол мәселе ақшада емес, ақша енді келе береді ғой. Бірақ осы бірге болу бір сәт та, осы даже осы денсаулықтың қадірін жаңағы кісіні қарап ойланып қалдым да, коляскамен кетіп бара жатыр ғой екен. Қалай біз настолько сондай үйден, телефоннан, машинадан, саяхаттан бір жерден іздейміз ғой бақытты. На самом деле сол денеңді алып шығып, күніге спортқа апарып, оны дұрыс тамақтандырып, жаңа сіз айтпақшы, дұрыс киіндіріп, оған дұрыс көңіл бөлсең, ол тартып береді саған түп санаң ақшаны. Керек ақшаны тартып береді. Керек адамды тартып береді. Жақсы еркек тарту үшін сізге әйел адам болсаңыз, қалыңыз дұрыс болу керек. Іштен бір шүкір деген, благодарный өмірге деген. Благодарный мама, бақытты анадан бақытты әлем пайда болады. Өйткені барлық ана ғой бұл. Анадан шығып жатырық қой бәріміз, не болса да. Жігіттер жаңа Көбе мырза постоянно өзінің блогында жүргізеді ғой, еркек болыңдар деп. Бұл жайдан жай айтылып жатқан жоқ бұл сөздер. Сіздердің бір намыстарыңа тиіп бір жігіттерді оятамыз ба деген сондай біздің бір миссиямыз бар, Құдай қаласа. Так ешкімнің былай айтқан кезде ала жүгін аттағымыз келмейді. Бұл біздің вообще мақсатымыз. Не себепті мен еркек туралы айтамын, өйткені от ағасы. Сол үйдің отын жандырып тұрған ағасы, оны вечный огонь жанып тұрады ғой, сол сияқты от та. Сол от ағасы не себептен, өйткені сол от ағасы дұрыс болса, өзінің жаңағы халдерін бес немен өткізіп алса, оның ішінде әйелі бақытты болады, бала шағасы бақытты болады. Әйелі бақытты болса, ол баласы ауырмайды. Баласы жаңағы бұл әлемге деген дұрыс көзқараспен қарайды. Соответственно, отбасы бір уақыт отбасы бақытты болса, оның артында Қазақстан бақытты деген сөз ғой. Артымыздан кеткен жастар бар, соларға бір жол көрсету мақсатында. Енді ниетіміз осы, әйтеуір бір Қазақстанның 1% болса да өзгертеміз деген ниетіміз бар ғой, бірақ өзгеретін нәтиже алады алмайды, ол бізден емес. Барынша әрекетін жасап жатырық. YouTube канал жүргізіп жатырық, ананы істеп жатырық, қазір енді Құдай қаласа осы біздің перезагрузка осы каналымыздан Көбе мырзаның мысалы наставничествосы бар, соған келіңіздер, жазылыңыздар. Потому что мен түсінгенім пірі жоқтың пірі шайтан дейді ғой. 8 басталады Құдай қаласа. Адам өзі өзгерем дегенмен сен өміріңді арнап жүру мүмкінсің. Қазір білім ақпараттың заманы көп, YouTube-тан, анадан, ананы тыңдайсың, мынаны тыңдайсың. Сөйтіп жүріп адасып кетеді адам. Бір направлениесі бір кішкене қисайып кетсе болды. Ал ең бірінші жаңағы Көбе мырзаның айтып жатқан ол әйеліңді бақытты қыл, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның прямой өсиеті ғой. Сендердің ең жақсыларың, бұл әйелдеріңмен жақсы болғандарың болды, сендердің қалған нәрсең бәрі дұрыс болады, значит. Ол сенің иманның жартысы, сенің әйелің, сол дұрыс болса болды. Енді дәке ол анау не сияқты ғой, күнде бір радионы настройка жасайсың ғой, балалар деп тұрады ғой. Ол музыканы қойсаң, музыка ойнап тұрады да. Ол сияқты көп еркектер қазір әйелдерін жаңағы волнасын келтіре алмайды да, күнде деп тұрады ше. И сол ананы раздражать етеді еркекті. На самом деле жаңағы неге әйеліңмен дұрыстан деймін отношения. Өйткені энергия беретін әйел, қораға кіргізетін әйел, сенің көкке көтеретін әйел, тәмшкісінен секіретін әйел, маңырататын әйел. Үйге келіп ажырасып кетіп жатқан қазір көп екен. Лучше сенің көкке көтеретін әйел болу керек та. Соның жағдайын жасап берсейші. Ол жағдай ол не? Ол сол күнде айтып жатқан квартирасын алып бер. Желательно өзінің атына аударып қой. Чтобы ол жүрегінде бір үрей болмайтындай. Ертең сен өліп қалсаң. Өліп қалса, секіріп кетсе, ертең бала шағамызды көшті алып кетпейін деп. Жаңа машинасын алып бер. Желательно салонын алып бер. Риза болсын, мақтансын, көрсетсін. Әйел адам ол все равно ол мақтан жақсы көреді ол. Ол әйелдің болмысы сондай ол. Үшіншіден, әйеліңе айтқан заттарын бәрін алып беріп отыр. Өйткені әйелдің айтқан сезімдері ол тікелей Құдайдан келіп жатыр. Біз еркектер сезбейміз ғой, бізге стабильность керек, бізге ақша табу керек, болды. Анау ана жаққа шығайық, нан жасап көр, анамен дұрыс сөйлес, ол негізі әйелдің айтқан кезде тікелей ол Құдайдан артын, Құдай айтып тұр деп қабылдау керек та. Вот сол негізі әйелін тыңдаған, әйелін тыңдайтын, құлағымен еститін еркектер негізі қазір тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Ол факт дәке. Қазір подкаблшинг деп айту мүмкін, сен қазір ез болып кеткесін деп, бірақ шүкір 100% жауапкершілікті өзім алам. Менің әйелім түкті істемейді, 100% жауапкершілікті өзім алғам. И мен айта аламын, что мен бұл позицияда жүргеннен давно болды. И мен не үшін айтам, өйткені мен осы позиция 7 жыл болды үйленгеніме, 7 жылдан бері мен 150 мың теңге зарплатамен 100% зарплат не алатын жауапкершілік. Қазір одан да асып кетті, бірақ все равно алам да. Өйткені сен алған сайын сенің табысың өседі,
жауапкершілігің өскен сайын сенің болмысың өседі екен еркек ретінде. Ана уважение өсе береді әйеліңе деген. Уже әйеліңе сағанда баяғыдай жаңағындай форма сақынса тұрмайды да, уже сенің сөзің өтеді. Жаңа біреу жазып өтті Инстаграмда, әйелдердің бәрі жаңа материальный қарап қалған олар малдар деген сияқты ше. Мен айтайын, әйел адамдар ол реально материальный адамдар. Оны қабылдасаң да, қабылдамасаң да, әйел адам ақшаны жақсы көреді. Әйел адамдар ақшадан өлген еді. Ашығын айтқанда таба алмай жатырмын деп жатса, лучше әйел адамдар ақшаны көрсе настроениесі көтеріледі. Ол факт. Сол жігітке айтарымыз, лучше осындай бір наставник таба алыңыз да, ізден қалмай жабысып алып, сол ақша табудың жолын қылыңыз. Ол әйелдерді ешкім жеңе алмаған. Оны қазір мал деп айт, не деп айт, бәрібір сен сол әйелге тәуелді боласың түбінде. Ешкім қарамайды саған ертең қартайғанда. Вот 40-тан кейін инсульт, инфаркт еркектерде часто встречаться етеді. Өйткені жаңа 20 жыл бойы әйелінің қаны ішеді. Тамағын алып бермей, киімін алып бермей, жаңа жыртық тұрсымен жүргізіп қойып, арзан китайский жаңағындай не алып беріп, косметикасын алып беріп, жаңағындай біреудің аузынан шығарып кең қылып қойып ол әйелді. 20 жылдан кейін пошел нахер деп айтады да. От сол кезде сен ана сөз жүрегіңе тиеді. Жүрегіңе тиеді. Мына миыңа тиеді да. Сөйтіп жағың қисайып, оны особенно сол жақ әйел ғой, сол жақ. Сол жағын перекос болып істемей қалады. Енді шутка айтатын болсақ та, на самом деле солай жігіттер. Поэтому алдағы уақытты ойлаңыздар. Бақытты болудың бір ақ жолы бар. Ол әйеліңді бақытты қыласың. Ол бақытты болса, сенің балаң бақытты. Сен ата-анаңа да қызмет етеді. Сен тамағыңда, төсегіңде, түнгі әңгімеңде бәрі қызық болады негізі. Егер ол сол жерінен ашып кетсең болдың, онда сен бір әйелді бақытты болмасаң, онда сен бақытты бола алмайсың. Сен қазір ол мына әйелдің орнын ауыстырып, басқа әйел әкелсең, ол да дәл сондай плюс-минус. Японияда ана заң бар екен, негласный. Егер сен әйеліңе измена жасасаң, сені үлкен должностьқа қоймайды деген. Өйткені сен олардың философиясы қараңыз. Егер сен ең жақын адамыңды әйел бала-шаға сатып кетсең, а где гарантия, что сен мемлекет сатпайсың? Прикиньте. Жестко мына. Сол үшін құндылық ол отбасы, как ни крути отбасы. Мотивация беретін де отбасы, маңғаратып жіберетін де отбасы. Сол себептен құрметті жігіттер, осымен тәмамдаймыз, осымен подкастты. Астына ойлар, пікірлерін жазып кетіңіздер. Құдай қаласа 3 июньда 3 күндік интенсив болады. 3 күн бойы біз осы ақша, денсаулық, қарым-қатынас туралы айтамыз. Поэтому айтылмаған әңгімелер айтылады. Күшті техникалар беріледі. Бағасы всего лишь 5 мың теңге. Астына номер қалдырып кетемін, Анар ханым көмекшінің. Сол жаққа толық ақпарат алыңыздар. Орын саны шектеулі, запись болмайды, сол жерде ашық әңгіме айтамыз. Айтатыңыз бар? Все, жақсылар, рахмет. Астарына комментарийге бір қолдап сөздеріңізді жазып кетіңіздер. Қандай іштеріңізде сұрақтарыңыз бар, жазып кетіңіздер, біз сіздерге жауап береміз. Бізбен болғандарыңызға рахмет.